Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай тосап жасайтын боламыз. Бізге керек алма. Мен міне үйде өсіп тұрған өзіміздің алманы пайдаландым. Қатты бір керемет алма болмаса да өстіп, қалған алмалардан тазалап, төрт бұрыштап өстіп турап алсаңыздар болады. Өздеріңіздің қалауларыңызша турасаңыздар болады. Сопақ шағып, шыңшке қып, жұқалап алсаңыздар да болады. Өстіп турап алып, өлшеп аласыздар да, соған қарай құмшекерін саласыздар, қантын. Бірге бір салмайсыздар, өйткені алма тәтті, кішкене қантты жеткізбей салып, қойып қоямыз. Мінеки менікі таңға дейін тұрып шықты, суы шығып, отқа қойған кезде қанты еріп, осылай қайнайды. Қайнаған кезде араластырып тұрасыздар, міндетті түрде қанты күйіп кетпеу керек. Осылай бұрқылдатып қайнатып аласыздар 40-45 минутқа. Одан кейін алма өзі піскені белгілі болады. Мінеки алмамыз да дайын, өте оңай, өте дәмді болып шығатын, тосап, жегенге де ыңғайлы, нанға жағып жесеңіздер де, шаймен ішсеңіздер де, компот қылсаңыздар да өте дәмді. Мінеки қатты қою емес, қатты сұйық болмайды. Өстіп шықты. Егер қантты көп салатын болсаңыздар, балық ұсап қалады, сондықтан қантын азырақ салыңыздар. Міне біздің осындай тосабымыз дайын. Кез келген жерде сақтасаңыздар болады. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.